Қазақстан қоғамының ажырамас бөлігіне айналған православие діни өкілдері еліміздің әлеуметтік, экономикалық және рухани дамуына, конфессияаралық қатынастардың үндестігіне сүбелі үлес қосуда. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев православиелік христиандар мен барша қазақстандықтарды Рождество мерекесімен құттықтады. Қымбатты отандастар, православ христиандар мен барша қазақстандықтарды жарқын мереке Рождествомен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттің өз азаматтарының рухани ұмтылысына деген ізгіде сыйластықты көзқарасы біздің еліміздегі дінаралық келісімнің ең басты негіздерінің бірі. Адамзаттың мәңгілік ақиқаттарына, адамгершілікке, өзара құрмет пен қолдауға сүйене отырып, біз барлық конфессиялардың дамуына жағдай жасадық. Ортақ үйіміз Қазақстан Республикасында бейбітшілік пен келісімді сақтай алдық. Рождество күндері мәңгілік адамгершілік құндылықтарды сақтай отырып, сүйіспеншілік пен ізгілікті, ақ ниет пен рухани тазалықты әрбір жүрекке жеткізеді. Осы арқылы қазақстандықтардың бойына өзара сыйластық, кемелділікке ұмтылу, ізгі істер жасау секілді жоғары адами қасиеттердің сіңуіне ықпал етеді. Сіздерге, қымбатты отандастарым, зор денсаулық, рухани сергектік пен күш-жігер, сарқылмас қуат пен ізгі бастамаларыңызға табыс тілеймін.